Әбдеш Іңкәрбекұлы. Алған жарың жақсы болса. Құдай қосқан жарының тілін таба алмаған, оны қадірлей білмеген ер мен әйелдің бақытты болуы екі талай. Өмірдің сан тарау жолынан өткен сайын осы ақиқаттың мәнін тереңірек ұғына түседі екенсің. Отбасының бақыты байлықта да, атақ даңқта да емес. Ер мен әйелдің бір-бірін түсініп, құрметтей білуінде. Шаңырақтың беріктігі сабыр мен сыйластықтың, кешірім мен төзімнің жарасым табуында. Адам баласының өмірге келудегі негізгі мәні отбасы құрып, ұрпақ өсіріп, артында өнеге мен із қалдыру. Отбасы екі адамның ғана қосылуы емес, екі әулеттің, екі тәрбиенің, екі тағдырдың тоғысқан қасиетті мекені. Сол мекенде түсіністік пен мейірім үстемдік құрса, шаңырақ шайқалмайды. Ал сыйластық әлсіреген жерде ең берік деген үйдің де іргесі сөгілуі мүмкін. 1966 жылғы шілденің 16 жұлдызында отбасын құрдым. Алған жарым Науатқан Сұлтан келді Қарынбай руы ішінде Бегетай әулетінен шыққан Нүптебек Әбілұлының қызы. Біз өз еркімізбен бір-бірімізді лайық тауып қосылдық. Отбасылық өмірде бірімізге біріміз тірек, ақылшы бола білдік. Біріміз теріскей болсақ, біріміз күнгей болуға тырыстық. Реніш болса, кешірім сұрадық. Сөйтіп Алланың қалауымен 3 қыз, 4 ұлды тәрбиелеп өсірдік. Бүгінде қыздарымызды қияға, ұлдарымызды ұяға қондырдық. Науатқан екеуміз тұрмыстың талай сынағын бірге өткірдік. Тұрмысымыз жақсарған шақта дандайсып кетпедік. Дастарханымыз тарылмады. Елден озып кетпесек те, ешкімнен кем қалған жоқпыз. Орташа болса да берекелі өмір сүрдік. Қазір өткен өмірімізге көз жүгіртіп шүкіршілік етеміз. Отбасында әйел адамның рөлі ерекше, азаматының отағасылық тұлғасы биіктей түссін деген әйел, күйеуінің бойынан мініздей бермей, алдымен оның жақсы қасиеттерін бағалай білсе, бұл үлкен парасаттың белгісі. Осындай түсіністік пен қолдау ер азаматқа күш береді. Ал ер адам шаңырақтың тірек екенін ұмытпай, жауапкершілік пен сабырды қатар ұстай алса, отбасының бірлігін нығайып, ұрпаққа үлгі болар өнеге қалыптасады. Отағасы не әйелі дөрекі мінез танытса, екіншісі оны жұмсартуға әрекет жасап, келеңсіз жағдайларды сыртқа шығармай, сынықшыдай сипап реттей білу ақылды адамның ісі. Отбасының бақыты екі адамның бір-біріне сүйеніп өмір сүруінде. Мен бала кезімде жетімдік көріп жапаны көп тартсам да, үйленгеннен кейін бәрі ұмыт болып кетті. Бұл қымбатты жарым Науатқанның маған жасаған қамқорлығының жемісі деп білем. Сырттан арып шаршап келсем де, жоқшылық болса да, үйдегі күтімім жақсы болды. Қазақта ер жігіттің 3 жұрты бар, әйел алма қайын ал деп айтылуының жөні бар. Мен әйел алмадым, қайын алдым. Ата-енем мені өз баласындай көріп, бауырына басуының өзі қандай ұлылық, қандай кеңдік. Әсіресе Анархан енем мен Уайна енемнің балаларымызды бағып-қағып, ақылдарын айтып, қол ұшын берген қалай ұмытайын. Балдыздарым Тұрымбек, Беккәдір, Русия, Тұраштың туған іні қарындасымдай болып кетуі менің жетімдігімді, жалғыздығымды білдірмеді. Мен қайын ата-енеме өмір бойы разымын. Жұбайым Науатқан жоқшылықта да, қиыншылықта да маған ауыр талап қойған емес. Елге сырымызды білдірмей, табандылық, шыдамдылық таныта білді. Ол қайсар, табанды, әрі өте еңбекқор әйел болды. Балаларының тазалығына ел таңғалатын еді. Балаларды бесікке жатқызбаған күннің өзінде төсекке бір тамызбай таза ер жеткізді. Бұның өзі ұқыптылықтың, ерекше күтімнің нәтижесі. Көпшіл қонақ жай болды. Бұрынғыларда қонақ таңдап қонат, ұры басынып алады деген сөз бар ғой. Ауыл, аудан, облыс, тіпті
Үрімжіден келген сыйлы қонақтар біздің үйге қонуға құмар еді. Кей қонақтар науатқанның көрпесі жоғары дәрежелі кейбір қонақ үйден таза дейтін. Ал тамаққа келгенде қолы ашық, дастарханы мол болды. Осындай өмірдің бар салмағын бірге көтеріп, қуанышы мен қиындығын тең бөліскен жарымның арқасында 50 жылдық шаңырағымыз шайқалмай берік сақталды. Ер азаматтың өмірдегі бағы да, бақыты да алған жарының ақылы мен сабыры екеніне көзім жетті. Алған жарың жақсы болса, алмағаның қалмайды деген сөздің шындығын өз өмірімізбен дәлелдедік. Өмір сыйы кітабынан үзінді. Оқыған Қуат Ахметжан. Саған деген ынтығым басылмасан ай, мен жүрейін жолында болып құрбанай. Қара көзім, жалын сөзім, өмірдегі сүйгенім жалғыз өзің ай. Қарашығым, жанасылым, жалғандағы өзіңсің, жанашырым ай. Сен қуансаң мен шалғын, қуанамын ай. Сен қуарсаң мен бірге қуарамын ай. Көңіліңнің бір жарса, бәйшешек ай, махаббаттың нұрымен суарамын ай. Қара көзің, жалын сөзің, өмірдегі сүйгенім жалғыз өзің ай. Қарашығым, жанасылым, жалғандағы өзіңсің, жанашырым ай.